Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осындай үй жағдайында қою әрі дәмді коктейльді бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 дана банан, оны жуып тазалап, осылай турап блендерге салатын боламыз. Артынан малина немесе құлпынай саламыз, өзіңіздің талғамыңызға қарай. Мен бұл жерде малинаны пайдаландым. Артынан балмұздақ қосамыз. Балмұздақты да өзіңіздің талғамыңызға қарай қоссаңыз болады. Мен бұл жерде ленгір балмұздағын қостым, 2 дана. Барлығын блендерге салып, артынан сүт құямыз. Бұл жерде айта кететін жайт, сүтіміз міндетті түрде піскен әрі мұздай болуы қажет. Кейбіреуі мұздайды ұнатпайды, сәл жылырақ болса да болады. Сіз де осылай үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мінекей, қақпағын жауып 2-3 минутқа араластыратын боламыз. 2-3 минутта осындай әдемі қою коктейль шығады. Сіз де жасап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, жоғарыдағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.